Сәлем достар, бүгін біз сіздермен табадағы ханым жасайтын боламыз. Ханым сковороде. Ең алдымен жылы суға тұз араластырып, ұнға жұмыртқаны араластырып, оған су құйып, қаттылығы орташа болатын қамыр елейміз. Қамырды елеп болғаннан кейін жарты сағатқа демалдыруға қоямыз. Начинкасын дайындауға кірісеміз. Фаршқа картопты, пиязды турап, кішкене асқабақ қостым. Одан кейін тұз, бұрыш, паприкасын қосып, жақсылап араластырамыз. Егер құрғақ болса, 2-3 қасық су тамызып жіберулеріңізге болады. Жарты сағат демалған қамырды етке жайғандай етіп, жұқа пласт етіп жаямыз. Жайылған қамырды сұйық маймен майлап, барлық жеріне тиетіндей етіп, ортасына начинканы жұқалап, барлық жеріне біркелкі етіп салып шығамыз. Начинканы орнына аластырғаннан кейін рулет сияқты етіп ораймыз және шеттерін бір-біріне біріктіріп жабыстырамыз. Осы уақытта подливасын дайындаймыз. Пияз бен сәбізді майда жақсылап қуырамыз, сарғыш болғанға дейін. Одан кейін оның үстіне томат, тұз, бұрыш, паприкасын қосып, тағы да 1-2 минуттай қуырып аламыз. Барлығы жақсылап қуырылдау дегенде үстіне су құйып 5 минуттай қайнатып аламыз. Арада 5 минут өткенде жаңағы жасап қойған ханымымызды осы патлетке саламыз. Және бетін майлап, бір қатты қайнағанын күтеміз де өте жай отқа басып қоямыз. Және 40 минут пісіреміз. Егер суы аздау болатын болса, онда үстіне қайнаған су қоюларыңызға болады. Міне тамағымыз да дайын болды. Өте оңай әрі дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.